Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды ұнымызға салып, тұзды суымызды құйып, қатты қамыр илейміз. Қамырымыздың иі қанған соң целлофанға салып 10 минут демалдыруға қоямыз. Иі қанған қамырды целлофаннан шығарып, екі бөлікке бөліп, жұқа етіп қамыр жаямыз. Жұқалап жайылған қамырымызға ерітілген сармайымызды жағып, ораймыз. Оралған қамырымызды спираль етіп, дөңгелетіп, целлофанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Фаршымызға асқабағымызды, жуамызды салып, тұз бұрышын дәмі бойынша саласыздар. Дайын болған қамырымызды целлофанымыздан шығарып, видеодағыдай бөлшектерге бөлесіз. Бөлінген қамырымызды қолыңызбен домалатып, қатты үлкен қылмай, нанымызды ысып, ішіне салмасын салып, самсаны түйеміз. Противеньге пергамент қағазын жайып, қызып тұрған пешке 20-25 минутқа пісіріп аласыздар. Самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, духовкаға саламыз. Рецептім ұнап жатса, лайк қойып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте қатпарлы болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер.